Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақ тақырыбы музыка және форма деп аталады. Түрлі музыкалық шығармаларды тыңдай отыра, музыкалық форма дегеніміз не? Музыкалық форманың құрылымын анықтаймыз. Балалар, айналана қарасаңыздар, біздің күнделікті өмірімізде пайдаланатын әртүрлі пішіндегі, яғни формадағы заттарды көресіздер. Суретте көрсетілген шеңбер, үшбұрыш, шаршы, немесе тікбұрыш сияқты геометриялық пішіндерге тағы қандай заттарды ұқсатуға болады? Дұрыс, шеңберге ұқсайтын күн, алма, қарбыз, доп, шаңырақ. Шаршыға ұқсайтын үйлер, дәптер, қорап, теледидар экраны. Ал үшбұрышқа ұқсайтын үйдің төбесі, шырша, қоңырау, ошақ. Балалар, музыкалық шығармаларында алуан түрлі формалары бар, бірақ оларды біз көре алмаймыз, тек тыңдағанда ғана есту арқылы сезуге болады. Музыкалық формалар музыкалық шығарманың құрылымы, композициясы. Музыкалық формалар қарапайым және күрделі деп бөлінеді. Бүгін біз қарапайым формалардың ішінде бір бөлімді, екі бөлімді, үш бөлімді формаларды зерттейміз. Ендеше балалар, біз бүгін орыс халқының композиторы Петр Ильич Чайковскиймен танысамыз. Петр Ильич Чайковский балаларға арнап көптеген музыкалық шығармалар жазған. Соның бірі детский альбом. Осы шығармаларды тыңдай отыра, музыкалық формалар туралы түсінік аламыз. Петр Ильич Чайковский «Болезнь куклы» пьесасы бір бөлімді формада жазылған. Ол шаршы ішінде А әріпімен белгіленген. Шығарманың музыкалық бейнесі басынан аяғына дейін бір қалыпта болады, өзгермейді. Балалар, музыкалық шығарманы тыңдағанда оның атауына көңіл бөліңіздер. Қанша бөлімнен тұратын естуге тырысыңыздар. Себебі композитор музыкалық бейнені ашу үшін шығарманы бөлімдерге бөлген. Музыкалық бейне шығарманың мазмұнын, кейіпкерлері мен автордың ой толғанысын, сезімін ашады. Ендеше балалар, Петр Ильич Чайковскийдің «Болезнь куклы» бір бөлімді пьесасын мұқият тыңдаймыз. Балалар, байқадыңыздар ма? Шығарманың музыкалық бейнесі басынан аяғына дейін өзгерген жоқ, бір қалыпта болды. Келесі тыңдайтынымыз Петр Ильич Чайковскийдің «Неаполитанская песенка» пьесасы. Екі бөлімді формада жазылған. Балалар, біз орындап жүрген көп әндер осы формада жазылады. Мысалы, шумақ бірінші бөлім. Ол А әріпімен белгіленеді. Ал қайырмасы екінші бөлім, ол Б әріпімен белгіленеді. Шығарманы тыңдай отыра, бөлімдердің айырмашылығын байқаңдар.
сіздерге ұнады ма? Ендеше «Неаполитанская песенка» пьесасына сөз де жазылған. Оны ән қылып орындауға болады. Өздеріңіз байқағандай, 2 бөлімнен тұрады. Келесі тыңдайтынымыз Петр Ильич Чайковскийдің «Вальс» пьесасы. Ол 3 бөлімде формада жазылған. Бірінші А және 3 А бөлімдердің музыкасы қайталанады. Кейбір кезде 3 бөлімде сәл өзгереді. 2 Б бөлімнің музыкасы өзгеше болады. Ендеше мұқият тыңдап, шығармадан жақсы әсер, көтеріңкі көңіл күй алыңдар. Балалар, бүгін сабақта қарапайым музыкалық формалармен таныстық. Барлығы түсінікті болды деп сенемін. Ендеше музыкалық шығармаларды тыңдағанда ең бастысы музыканың көңіл күйіне, ырғағына, екпініне, музыкалық динамикаға көңіл бөліңіздер. Сонда музыкалық бейнені музыкалық дыбыстар арқылы естіп, көз алдына елестете аласыздар.